Кеше баршаңызды көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Бір қатар шапалақ қойсаңыздар. Мен есімім Әділет Санатлы, арнайы Тараз қаласынан келіп отырмын. Мен негізі Тараз қаласында ғалыммын. Бізде Тараз қаласында ғалымдарға шапалақ ұрады сіздерде болмайды екен, иә? Мен негізі ғалыммын. Мына қыздар мен жігіттерді, еркектер мен әйелдерді зерттеп жүрмін. Мысалға, Дінмұхамед Қонаев бабамыз айтқан, әйелдің екі пышағы болады. Бір пышағы қолында болса, екінші пышағы тілінде болады. Қолында пышақпен нан тураса, тілінде пышақпен адам жанын турайды екен. Мысалға, 20 жасар қыздардың тілі бір бәкі сияқты болады. Бәкіні білесіздер ғой, өтпейді. Ана 20-да қыздардың айтқан әңгімесі өтпейді. Бір жерге баратын болса, барайықшы, түй, барғанда ғой, бара салайықшы деп жағынып жүреді. Ал 30-ға келген келіншектердің тілі бір нан турайтын пышақ сияқты болады. Олар не айтса да кесіп айтатын болады. Барамыз дедік, барамыз. Қашанғы үй жүре береміз, бару керекпіз деп ұрысып айтатын болады ол кезде. 40-қа келген әйелдердің тілі бір ет жабатын пышақ сияқты болады. Олар не айтса да шауып айтатын болады. Елдің байы бай, біздің бай сұрайды деп шауып қалған кезде өзін түспей қалса не болады. 50-ге келген әйелдердің тілі бір лезвие сияқты болады. Олар не айтса да тіліп айтатын болады. Сүйектен өткізіп, жүрекке жеткізіп айтады. Қашан демаламыз, қашан қашан балаларды үйлендіреміз, қашан кредит жабамыз. Тек қана проблема айтатын болып кетеді ол кезде. 60-70-ге келген әйелдердің тілі одноразовый станок сияқты оқылады екен. Ол кезде айтқан әңгімесі басында өтеді, сосын өтпей қалады да. Қош айтады, қояды дей саласың ол кезде. 90-100-ге келген аналарымыздың тілі алтын болады екен. Тек қана сол кезде жақсы тілек айтады екен. Осы балалар аман болсын, шалым аман болсын, бақытты болыңдар деп. Мен ойлап қалдым, ол кісілерге сол кезде ғана понятқа кіре ма деп ше. Біз еркектер қандаймыз? Мысалға, жігіттер 20 жасында бір пулемет сияқты болады. Олардың бір 100 оғы болады. Олар 100 қызға бара алады, 100 қызбен кездесе алады, 100 қызбен әңгіме айта алады. 30-ға келген еркектер автомат сияқты оқылады. Ол кезде бір 30 оқтар болады. Ол кезде бір 30 қызға бара алатын болады, 30 қызбен кездесе алатын болады, 30 қызбен сөйлесе алатын болады. 40-қа келген еркектер пистолет сияқты оқылады екен. Ол кезде багажнигінде 7-8 оғы болады. Пақ, атады, еще бір-ақ жерге ататын оқылады ол кезде. 50-ге келген еркектер қос ауыз мылтық сияқты оқылады екен. Ол кезде бір 2-ақ оғы болады. Настроениесі болса атады, настроениесі болса атпайды да, желаниясына байланысты оқылады. 60-қа келген еркектер, ана совет өкіметінде мылтықтар болған бейді, басына қорық салып, оны дайындап, атасын, оның үшін бір-ақ оқылады. 70-ге, 80-ге келген еркектер пистон сияқты оқылады екен. Ол кезде атады, бірақ оқ жоқ та ол кезде. Холостой кетеді ол кезде. 90-100-ге келген еркектер су шашатын пистолет сияқты оқылады. Мен айтайын дегенім, еркек отағасы, әйел отанасы. Арнайы сіздер үшін Тараз